Егемен ел болып мерейіміз тасыды, елбасымыз ұлтымыздың абыройын асырды. Жаңғырды Алтай, Алатау, Каспий арасы, Абайдың әнін шырқайды қазақ баласы. Абай арманы халықтың асқақ арманы, алтын қыран боп төрткүл дүниені шарлады. Абай жыры ақындық рухтың алты аспаны, қара сөздері ұрпақтың ұлық дастаны. Қазақ биі 8-ші А сынып оқушылары, қарсы алыңыздар. Абай ұлылықтың шамшырағы, Абай ізгілік пен тектіліктің бағдаршамы, Абай бүгін мен болашақтың алтын діңгегі, Абай ерлік пен бірліктің мәңгі тірегі. Келесі кезекте құттықтау сөз Жуалы аудандық білім бөлімінің әдістемелік кабинетінің әдіскері Болатова Бақытгүл Батырханқызына және номер 16 Кеншікөл атындағы орта мектебінің ғылыми ісінің меңгерушісі, ғылыми әдістемелік оқу ісінің меңгерушісі Еспаева Бибар Кимізге бердіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, құрметті оқушылар. Бүгін үлкен осындай алтындай уақыттарыңызды бөліп үлкен іс-шараға қатысып жүрсіздер. Бұл үлкен өнер, сахна деген киелі, оңай емес. Халықтың алдына шығып, бар өнерді паш етіп көрсете білу, ол үлкен жетістік. Абай атамыздың республика көлемінде тойланып жатқан мерейтойына орай өткізіп жатыр екенсіздер. Жалпы қазірмен Абай атамыздың бір өлеңін айтыңызшы. Таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге ғашық бол, адам болам десеңіз. Өте жақсы, өте жақсы. Микрофон балалар. Біреуін айтып өтеді, өлең айтып балалар. Бұны ішкетіп, Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалам, сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін таптап арқалам. Қайрат пен ақыл жол табар,
Қандай жақсы. Негізі дәл қазіргі таңда біз дәл осылай білуіміз керек. Абай атамыздың қанша қара сөз бар, қанша шығармашылығында қанша өлеңдері бар, абай жолы қандай кітап, барлығын білуіміз керек негізі. Қазір енді балалар онша қобалжып жатыр, бірақ рахмет, кішкентай балаларыңыз тарсылдатып айтып жатыр, яғни мектеп дайын деген сөз ғой енді кез келген. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, рахмет көп. Құрметті көрермен оқушылар, бүгінгі шараларымызға сәттілік тілей отырып, ұлы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы құтты болсын. Шарамызды ашық деп жариялаймыз. Жалпы мынау мектепте көптеген шаралар өтіп жатыр. Әрбір дүйсенбі сайын лездемеде біздің тәрбие жөніндегі орынбасарымыз керемет шара бастады, эстафета. Әрбір апта сайын бір оқушы немесе тағы да бір мұғалім кезекпен жаңағы жатқа айту, Абай Құнанбайұлының өлеңдерін жатқа айту жүзеге асып жатыр. Сондықтан сіздерге бекерден бекер бұл шара өтіп жатқан жоқ, бұл расында да республика көлемінде өтіп жатыр. Абай атамыз айтады ғой, сен де бір кірпіш дүниеге алдық кепте тігін таптап бар қалам дейді. Расында да тек қана біздің Қазақстанда емес, дүние жүзінде біздің Абай атамыздың шығармалары басқа тілдерге де аударылып жатыр. Әрбір сөзінің, қара сөзінің өзі өсиет. Сол өсиетпен өмір сүрсек те жаман болмаймыз. Сондықтан да осы өсиеттерін өмірімізге жадымызға сақтап, өмір бойы алып жүруіміз керекпіз. Бүгінгі шараларымызға сәттілік. Біздің қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі 3 мұғаліміміз бар. Соның ішіндегі ең үлкені, жасы да, тәжірибесі де мол, мінекей Ғалымжан ағайымыз бастап отыр. Мінекей сіздердің істеріңізге сәттілік. Гүлзия әпкеміз бар, Гүлнар апайларымыз бар. Және осы домбыраның үйірмесінің жетекшісі бар бізде, Али әпкеміз керемет, мамам. Осы мектебіміздің тәлімгеріміз бар, мінекей Баян әпке. Осылардың бәрі шараға белсене қатысып отыр. Мектебіміздің кітапханашысы мінекей Анар әпкеміз отыр. Мектептің тәжірибелі ұстаздарымыз да тұр осында жиналып отыр. Мінекей Фарида әпкеміз бар. Тіптен 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін осы шараға қатысайын деп отыр. Істеріңізге сәттілік. Жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, сүйек ұлық болса сен де сүй, сүйенерге жарыл деп, келесі кезек домбырашыларымыздың адай күйін қабылдаңыздар.
рас сөз ешқашанда жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның сөзі Алланы ұнатуға еш айырмас. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан кетті. Адамзаттың бәрін сүйіп алған деп, және хақ жолы осы деп жанынан кетті. Жастықтың оты қайдасын, жүректі түртіп қозғамай, ғылымның біліп пайдасын, дүниенің көкін болжамай. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта елімдей оқып көруге. Сендер жұртқа тосалаған шамақтап, әуретеді ішіне құлық сақтап, өзіңе сең, өзіңді алып шығар, ақылыңмен елдегі екі жақтап. Әуретеді ішіне құлық сақтап, қуат. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтағанды көптірмес, ақылға сәуле болмаса, хайуанша жүріп өтпек. Малда бар жанмен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, терең дерт терең бойласа. Үніндіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын сұрын көруге көкірегінде болсын көз, жүрек айна көңілояу, сөз тыңдамас толбаяу, өз өнері тұрқаяу, ұқпасын сөзді қалай кез. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл, орынсыз ыржан, болымсыз қылжан. Болама дәулет нәсіп бол, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей, сауданың ебін. Қуансаң қуан сол кезде, біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Адамдықтың белгісі адалдық, жамандықтың белгісі арамдық. Әлсізді қорқаңдар, момынды қолдандар. Тоңдарың өзгерсе де, өз жандарың өзгермесін. Түстерің құбылса да, істерің құбылмасын. Айтқан сөзбен жасаған істеріне мұқым болыңдар. Ешқашан, еш уақытта жан мен малды шатастырмаңдар балаларым. Саусақ кірікпей, ине ілікпейді. Байлық, байлық емес, бірлік байлық. Ынтымақ, ырыс, сіздерге де, біздерге де Алаштың ынтымағынан артық не керек? Поэзия ретінде алғашқыдан басқан сәтте шығыс поэзияның тас ғасырларына шыдады. Шығыстың орта әдебиетінен қуат алды. Өлеңген кәт жасабай, ең алғаш қолына қалам алып, ең тұңғыш жазған жауқазын өлең жырларын шығыстың жеті жұлдызына арнаған еді. Бизулей Шәмси Сайхали, Науаи Сағди Фирдауси, Қожа Хафиз бұханмасы, Мәжеттер Яшағри Фәриятты. Шығыстың жырларына қанағаттанған Абай әлемі бізге ғашықтың тілі тілсіз тіл екендігін ұғындыра білді. Сонымен тамашалаймыз ғашықтың тілі тілсіз тіл. Ауылыңда болған екі күннің ішінде қиялға жайып, перизаттан еліне жүргенде әсем сезімде болдым. Сені сөзге қалдырып жүрегімде қауіптеніп аттанып барам. Бірақ кетіп бара жатқан құр сөздерім ғана, қалжан жүрегім сенің қасыңда қалып барады. Тоғжан, не жауап айтасың? Кет десең кетем, өл десең өлем. Тағдырымды тапсырып тұрдым қолыңа, аяулару. Ақылым,
Шағырып тұрғаныңда қалай түсінбейсің, соны айтшы. Неге білмеймін, неге сезбеймін сеземін. Бірақ бұлдыр ақылмен сеземін. Қазір мына баста ақыл да жоқ, ес те жоқ, бәрі бұлдыр, бәрі күңгірт. Тоғжан, есімді алғаныңыз. Бір жауабыңды беріп, жолыңды тауып, жауабыңды берші сіздер. Екеуміз екі жақта, жүрек қаламын, ақыл тесінен, уақыт сынасам қойып. Сонда жүректің жүрегі, ақылдың жүрегі, мүмкін жүрек тулап, сабасын өтсек, ақылға келемін. Бұл тапсырмаларды орындауға дайынмын. Бірақ мен мың рет айтқан сүйем деген сөзді сенің аузыңнан ести алмай келгенде ғой. Абай, сүймесек сөз байласып тұрам ба? Мүмкін мен сенен де артық, сенен де күштірек сүйетін шығармын. Болды сен жеңдің, мен жеңілдім. Сүйем деп айтқызды деп айттай көрме. Абай, жолың болсын, Алладан амандығыңды сұрайын. Уәделі уақытта хабарыңды күтем. Қош, Абай. Тоғжан! Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, дүниеде сірә саған мендей жар жоқ. Саған жар менен артық табылса да.
21 ғасырда да Хакім Абайдың жұлдызының биік тұрғандығы, ең алдымен Абай шығармашылығының әмбебаптылығы мен планетаралық масштабында лирика, поэзия, сатира, аударма жанрларының негізін қалап қана қоймай, ол жанрларды әлемдік биікке шығара білді. Абай поэзиясындағы табиғаты, жырлаудағы мазмұн мен тереңдігі, әсіресе жас ұрпақ тәрбиесіне бағыттаған ағартушылық ойлары, оның ұстазы, тіпті адамзат ғұламасы атануына арқау болды. Келесі кезекте Абайдың табиғат лирикасына би. Gelip kaldı. Timalısı üskürük, ayaz bir kar, karı kudan kız gelip alev saldı. Uçpaday bürgün giyen okşaydı, ayaz beni kızarıp ajarlandı. Bulttay gözü raup yıkılmasın, basın silkise karjaup mazangaldı. Buraday burçar kızıp dollanğanda, altı kanata orada üy kaldı. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы қомғылып үсік
шалды. Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және діни көзқарастары терең білінген еңбегі қара сөздері. Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны 45 бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның 6-7 үлгісі қысқа болса, қайсы біреуі мазмұн, тақырып жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. Абайдың қара сөздері 9-10, 8-ші оқушылар орындауында. Абай Құнанбайұлы, бірінші қара сөз. Бұл жасқа жеткенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, таныстық, әурештікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажылық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын білдік. Әрі қожылық екенін түсіндік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағу жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқа көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, бағалмай. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызықты өзі түген көре алмайтұғын. Ұры, салы, семсектердің азығын бақ беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Қылын бағу жоқ, қылын бағарға да қылын, сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсізде кездемен жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тартқандар болған соң, қылып өзі тез қартаятын күй. Соқлық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған тыныштық керек. Не көңілінде, не көрген бір күнінде тыныштық жоқ. Бұл жерде, бұл елде еғылған соқлық. Балаларды бағу жоқ, бағалмай. Бағар едім, қалаша бағудың мәнісін де білмеймін. Не бол деп бағам, қай елге қосайын, қай қаратекке қосайын. Балалардың өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Не қыл, қайдай отырмын, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ма ойыма келген нәрселерді қағазға жаза білейін. Ақ қағазбен қағасияны ермек қылайын. Кім керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Ал керек жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де осыған байланды. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абай Құнанбаев 19-шы қара сөзі. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Есті, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көргені көп адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өз іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Абай Құнанбаевтың 45-ші қара сөзі. Құдай Тәбәрәка ва тағаланың барлығының үлкен дәлелі. Неше мың жылдан бері әркім әртүрлі қылып сөйлесе де, бәрі де бір Құдай бар деп келгендігі. Уахаб, неше мың түрлі діннің бәрі де ғадилет, махаббат Құдайға лайықты дегендігі. Біз жаратушы емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғын пендеміз.
сол махаббат пен ғадилетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбектен артылады. Инандым, сендім. Демек, инандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғадилет, сезім. Бұл үшеуінің керек емес жер жоқ, кіріспей тұғында жер жоқ. Ол жаратқан Тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат, сезім бар. Бұл махаббат, ғадилет, сезім. Кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол кісі хақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбекпіз. Көзбен көріп, ақылмен біліп. Еуропа мәдениетімен танысқаннан кейін Абай әлемі батыстық әдебиеттің ең жарқын үлгілерімен көмкерілген дүниеге айналды. Шығысым батыс болып кетті деуде сондықтан еді. Гете мен Байрон, Пушкин мен Лермонтов сынды әлемдік поэзия әлемі алыптарының жасампаз жырлары қазақ топырағында Абай тілімен жыр болып сіңіп, ән болып тарады. Абай аудармалары мен өлеңдері мәнерлеп оқу. Сағаттың шықылдағы емес ермек. Хәмиша, уақыт өтпек, қол білдірмек. Бір минут бір адамның өмірін ұқсас, келді, кетті. Уақыт жоқ қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күн дұрлаған. Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті. Қайта айналмас, бұрылмас, бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр. Ағланып, байқыған бұл қылыңды, бос шыққансып қалғансың, босқа бұлдыр. Жыл күн жиылып, ай болды 12 жыл. Жыл жиылып, қартайып қылғаны бұл, сенген дәурен жалған болса, жалған жоқ, бір тәңірім кеңшілік бұл. Я к вам пишу, живу, что я могу еще сказать. Теперь я знаю в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте моего стыда. Вы не узнали бы никогда, когда в надежду я имела, хоть лето, хоть в тени было. В деревне нашей видят вас, что только слышать ваши речи, вам слова молвит, и потом все думать об одном, и день и ночь, что новой встречи. Но говорят, вы не людям, в глуши и в деревне все вам скучно, а мы ничем не блестим, хоть помрали и простодушно. Зачем вы посетили нас, в глуши забытого селения? Я никогда не знала вас, не знала в горьком мучении, души неопытной волнений. Смирив со временем, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Алын елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузына түстің ұртын, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май көбенде кіртін. Ет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртым. Ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді, аузымен орақ орған өңкей қырқым. Өзімдікі де алмай өз малынды, күндіз күлкім бұзылды түнде ұйқын. Көрсе қызар келеді байлау жоқ, бір күн тыртын етеді бір күн бұртын. Бас-басына бей болған өңкей қиқым. Менекей, бұзған жоқ па елдің сиқын. Өздерінді түзелер де алмаймын, өз қолынан кеткен сон енді өзірқын. Ағайын жоқ нәрседен етеді бұртын, онында алған жоқ па құдай қолқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығын баққан жылқын. Лето, солнечная пора, тучных шелковых травах степь,
От душистых цветов пестро полноводные реки аул. На кочеве пришел с утра, слышно ржание коней в траве, как в лесу найдешь их труп, чашка дышащих каплиц. Люблю тебя, главный кинжал, товарищ светлый, холодный, задумчивый грузин на месте наковал, как грозный бой, кочевший где свободный. Или иная рука тебе не поднесла, и в знак памяти в минуту расставаний, и в нашу жизнь кровь дождь текла, то вдруг тускнели, то сверкали. Ты дам мне в спутниках любви залог мой, и в стольнику тебе пример не бесполезный. Да и не изменюсь, и буду все душой, как ты, мой друг железный. Заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бір қастыққа, қойнына тыққан тастары. Саудасы ар мен иманы, қайрат жоқ бойын пиғалы. Еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиған. Өнімсіз кепшілер, майданға түспей несінер, сиырша тойсамасы болып, өреге келіп сүйгенер, күлмеңдеп келер көздері, қалжыңбас келер өздері. Кекектеп секек етінде шошқа туар сөздері. Келесі кезекте 9 сынып оқушысы Пертай Тәмилованың орындауында Көзімнің қарасы әні. Қабыл алыңыздар.
мәңгілік ел бойтұмары, жасасын тәуелсіздік көк байрағы. Абай қазақ елінің рухани қазынасы, абай ұлы даланың мызғымас темір қазығы дей отырып, бүгінгі бірінді қазақ, бірінді дос атты кешімізді осымен аяқтаймыз. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.